Достар, микрофонда мен Ілияс Байсейіт. Бұл информатик ағай арнасы. Біз бүгін 4-3, 4-4 тармақталған алгоритмдердің практикалық жұмысына келіп жеттік. Олай болса, кеттік. Так, бізде бірінші тапсырма бұл К саны берілген. К саны егер осы сан жоқ немесе тақ екен анықтайтын программа құру. Егер сан тақ болатын болса экранға 1, әйтпесе 0 саны шықсын дейді. Окей. Әйтпесе деген сөз бар болса, значит ол жерде обязательно else бар деген сөз. Так, онда былай істейміз. Так, new file. Так, k тең int input k тең болсын. Егер де k саны 2-ге бөлген кезде қалдығы 1-ге тең болатын болса, онда нені шығарсын деген? Егер де тақ болатын болса, 1-ді шығарсын, жоқ болатын болса, значит, нені шығарсын деген? 0-ді шығарсын деген. Значит, 0-ді шығарамыз деген сөз. Так, print 1, else print 0 деген. Есеп өте қарапайым, өте оңай деп айтуға болады. Так, жоқ дей салайық. Так, k бізде 17-ге тең, ол кезде 1 шықты. Қайтадан көреміз, 62-ге тең, ол кезде 0 шықты. 1 мен 0-дің орнына мысалға тек 1 мен 0 емес, мысалға ол жерге тақсан, мына жерге жүрсін десек та болады. Негізінде егер де кімге қалай оңай, қалай жасағысы келеді, әркімнің өз еркісінде. Жалпы бізде білу керекпіз, что мына оператор бізде тақ санды береді. Егер де былайынан беретін болсам, ол бізде жоқ санды береді деген сөз. Біз осыны ұғуымыз керек, біз өзімізге түртіп алуымыз керек. Келесі мысалы, велосипедші Бурабай трассасында v/s, яғни осындай жылдамдықпен қозғалса s метр жолды t секундта жүріп өте алады ма? Егер жүріп өтсе иә, әйтпесе жоқ деген жауапты экранға шықсын дейді. Так, енгізу дерегі қараңыздар. Енгізу дерегі бізде беріліп болған, өздері бір қатарға берілген. Бір қатарға енгізу керек болса, біз обязательно маппен береміз деген сөз. Онда v/s тең болады, бірақ енгізу несін көрейік. Енгізуге енді қандай? Бірінші жылдамдық, кейін жол, кейін уақыт екен. Тура сол порядкта біз істейміз. Тең болады map int input split. Мынау оның типі, мынау біз енгізуі, ал split ол араларын ажыратып береді деген сөз. Так, енді келесі, егер енді айтамыз if, бізде формула бар, білесіздер. Егер де s бізде s үлкен болса, или болмаса тең болса, егер мына екеуін көбейткен кезде, или болмаса s кіші болса, мына екеуінен ол кезде иә болады, әйтпесе жоқ болады. В общем, так, бізде ол қарапайым физиканың ең бірінші базовый тапсырмасы ол, яғни жол дегеніміз жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісіне тең деген. S кіші немесе тең болатын болса, v көбейтілген t-ға, онда print иә деген сөз бізде тырнақшаға алыну керек. Ол ең басында өтіліп кеткен синтаксисі. Так, else print жоқ. Бізде берілген, біріншісінде берілген 5 метр секунд жылдамдықпен 100 метрді 15 секундта жүріп өте ала ма? 5-ті 15-ге көбейтсек бізде 50-75 метр, конечно, ол үлгере алмайды. Значит, бізде нені маппен берген кезде обязательно пробел арқылы береміз. 15 жоқ деген шықты. Ал келесі бізде 10 метрді, 10 метр секундтан 90 секунд жүретін, 900 метр, 800 метрді жүріп өте алады. Так, 10
890. Біз бермеп қайтпақшы мына жерге код қайтадан F5-пен беру керек еді ма? 10890. сол кезде иә деген жауап шықты. В принципе, екінші тапсырмада оңай шықты, себебі қиын емес. Келесі үшінші тапсырма, бұл біз қыста күн жылы болса, мұз үстінде хоккей ойнай алмайсың. 7-ші сынып оқушылары бүгін сабақтан кейін хоккей ойнауды жоспарлапты. Мұғалім оларға соңғы 3 күнгі тіркелген ауа температурасы Т температурадан төмен болған жағдайда сол кезде ғана хоккей ойнауға болатынын ескертті дейді. Берілген деректерді оқушылар бүгін хоккей ойнай ала ма, ойнай алмай ма, соны программасын құр дейді. Яғни бізде 3 күнгі ауа температурасы 8, 10, 16 бізде береді 18, 24, 24-тің ортақ бөлімі -6, -6, иә суығырақ -5-тен, сол себепте олар ойнай алады. Ал мына күнде -3, -6, -4, бұл жерде 13, олардың ортақ бөлімі -4,5, -4,5 жылырақ бізден -5-тен, сол себепте олар ойнай алмайды. Значит, код менде былайынан болады. Так. ABC, map, int, input, split, орта деймін, A плюс B плюс С, бөлінген 3-ке. Егер де орта кішкентай болатын болса Т-дан, онда print иә, әйтпесе жоқ дегенді беремін. Print жоқ. Осылайдан шығады, в принципе. -10 бірінші күні, -8, -6 болған, тексеру керек 5-пен. Сол кезде иә деп шығады. Ал егерде 3 күннің температурасы -3, -4, -6 болса, тексерілетін температура -5 болса, әрине хоккей ойнай алмайды деген сөз. Келесі бізде мына тапсырма, үй тапсырмасы ретінде өздеріңіз жай ғана мына жерге true false деген айнымалыны беріп кетесіздер. Яғни біріншісі бізде мысалға x тең 7, y тең 4. Бұл жерде сұрады. 74 14-ке тең ба деп тұр, значит. Нәтижесі бізде false, болмаса 0, болмаса жалған деп беру керексіздер. Мен сәл trueға ұқсап қалды, но ничего страшного. Ол менің фам осындай ұйысқан. Негізі былайынан жазып үйренгенмін да мен ф дегенді. Бүгінге осы, біз келесі сабақта кірістірілген шарттарды программалауды үйренеміз. Яғни if-тің ішінде if-ті, болмаса else-ның ішінде if-ті қалай дұрыс жазу керек екенін арнаға тіркелеміз. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырамыз. Жақсы, сау болыңыздар.